студия қонағымен таныстыра өтейін. Юсупова Бақтыгүл Шәріпқожақызы. Номер 15 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, еңбек өтілі 20 жыл. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, керемет. Ал енді әңгімеміздің әлқиссасын қазіргі білім беру жүйесіне қосылған жаңа платформадан бастасақ. Топик білім беру жүйесінен платформасынан. Бұл топик платформасын мен үнемі айтып отырамын. Бұл жаңа деңгей, жай ғана платформа емес. Ол жерде электронды оқулықтар, жаңағы Алматы кітап баспасы тарапынан сондай ұйымдастырған байқауға қатысып отырғандықтан, қазір мен осының барлығын сіздерге жете-жете түсіндіріп айтып өтетін боламын, түсінікті болсын деп. Оқушыларға тиімділік тарабы, мұғалімдерге тиімділігі. Енді бұл платформа бізге келгеніне бір 4-5 жыл болды. Оны енді бірі қолданса, бірі қолданбайды. Бірақ мен өзім осы былтырғы жылдан бастап осы платформаның әкімшісі ретінде тіркелдім. Оны енді мектеп тарапынан, басшылық тарапынан мен тағайындаған болатын. Әкімші не істейді? Әкімші ол бүкіл жаңағы сол мектептегі мұғалімдерді тіркейді жаңа платформаға. Одан оқушыларды, барлық сыныптарды бірте-бірте тіркеп шығады. Енді мен биылғы қатысып отырған байқауымның атын айтып кетейін. Номинация дейік, бұл деген топ IQ платформасы тарапынан жаңағы блогер әрі әкімші деген номинацияда қатысып жатырмын. Бірінші басқыштан өттім, екінші басқышқа міне жетіп келдік. Екінші басқышта бізде шарттарында осындай бақ өкілдеріне немесе телеарнаға шығып сұхбат беру керек болатын, өз нәтижесімен бөлісу керек болатын. Сол үшін келіп отырмыз. Жалпы мына тұрған марапатқа көзіміз түсіп отыр. Бұл марапат туралы айтайық. Республикалық лидер топ IQ 2025 байқауына қатысып, үздік ұстаз номинациясы бойынша бірінші орын иеленген үшін дейді. Бұл байқау туралы айтайық. Бұл былтырғы жылы 2025 жылда лидер топ осындай байқау ұйымдастырған кезде, осы Алматы кітап баспасы деп айттым ғой жаңа, үздік ұстаз номинациясының бірінші орынды жеңіп алдық біздер. Бұл басқыш, қалай бұл басқышқа өтесіз? Бұны ұтып алу, жеңіп алу, бұл үлкен дәреже, үлкен мәртебе, себебі неше жылдық еңбек. Қарап отырсаңыз, мына жаңа бағытқа көшкеніміз, біздің мысалы қазіргі жаңа платформалар, мына жасанды интеллект деген шығып жатыр. Біздің мына платформамыз бұл электронды кітап болғандықтан, оқушылардың жаңа айттым ғой, жаңағы ауырын жеңілдетеді, кітап арқалап жүрмейміз. Мен енді сыныбым 3-ші сыныпта болатын, сол кезде мен қатыстым. Және де 2 басқыштан өттік, ол жаққа сабақ жүргіздік, осы платформаны қалай пайдаланатынымызды көрсетіп, содан міне осындай жетістікке жеттік. Енді тек қана бұл алғыс хат, бұл диплом ғана емес, маған қосымша мынандай ақшалай сертификатта сыйлаған болады.